Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте оңай жасалынатын, қолжетімді құрамынан тұратын пирогтың рецептімен бөлісетін боламын. Пирог өте жұмсақ болып шығады, міндетті түрде жасап көріңіздер. Арнамнан алыстап жаңа видеолардан қалыс қалмас үшін менің YouTube арнама бірден тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыз. Ең алдымен ыдысымызға жұмыртқамызды жарып, миксердің ең төменгі жылдамдығымен араластыра отырып, үстіне біртіндеп қантымызды себелеп отырамыз. Яғни бірден қантымызды қоспаймыз, біртіндеп ақырындап қосып отырып, жұмыртқамыз ақ массаға айналғанша, яғни 2 еселенгенше араластырамыз. Нәтижесінде бізде осындай аппақ үлпілдек масса болып шығады. Енді осы массамызға жылы сүтімізді және де сұйық майымызды құйып, лопатканың көмегімен ақырындап араластырып аламыз. Үстіне бірден електен өткізілген ұнымызды, қопсытқышымызды және де ванильді қантымызды салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Лопатканың көмегімен үлпілдек массамызды бұзып алмай, ақырындап астынан үстіне қарай араластырып отырамыз. Дайын болған қамырымызды, формамызды майлап осылай құйып шығамыз және де алдын ала қызып тұрған 180 градуста 30 минут пісіреміз. Формадан тек суығаннан кейін ғана босатамыз және де бетіне осылай қант ұнтағын сеуіп ұсынсаңыздар болады. Міне біздің пирогымыз дайын болды, өте оңай жасалынады. Кез келген уақытта тезде жасап жіберсеңіздер болады, жұмсақ болып шығады. Пирогтың ортасы осындай болып шығады, жұмсақ, нәзік. Ең бастысы үйде бар қолжетімді заттардан жасалынады. Сіздермен бірге болған Кәмшат. Егер видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Қош сау болыңыздар.